Сәлеметсіздер ме, менің қымбатты көрермендерім. Бүгін сіздерге мен қуырдақтың, жаңағыдай қазақтың ұлттық тағамының тағы бір түрін, қой еттерінен жасалған қуырдақтың түрін жасап көрсеткім келіп тұр. Мына қараңыз, керемет жұмсақ болған еті, картобы да күшті болған, дәмін көріп жатырмыз. Енді сіздермен біз болып қазір осыны жасап көрейік. Бұл керемет қуырдақты жасау үшін бізге керекті азық-түлік. Біз мына қойдың етін жасадық. Алдыңғы жолы менің каналымда көрсеңіздер, сиырдың етінен, жылқының етінен жасалған қуырдақтар бар. Осы жолы біз қойдың етін алдық, әдемі. Оны маринадтап қояйық деп әдемілеп тұзын, бұрышын, қазір қара бұрышын салдық. Бұны араластырып қою керек бір жарты сағатқа. Содан кейін бізге картоп керек. Картопты бұрын қуырып салатын едім, қазір қуырмай, мынау қызыл әдемі бұрышқа, тәтті бұрышқа араластырып, қызартып, сөйтіп салу керек. Енді мынау бұрыштарды алдық, пияз алдық, пияздың көп болғаны дұрыс. Содан кейін мынау сәбіз алдық, сәбізді де қосуымыз керек. Сосын мынау мен жақсы көретін әдемі көкшөптер. Ал енді бастайық. Міне сәбізімізді әдемілеп турап алдық. Мына бұрышымызды да турап алдық. Пиязды да турадық. Енді мынау картопымызды әдемілеп қызыл паприкаға орап қойдық. Енді мына етіміз маринадталып тұр. Қазір еттен бастап қуыра бастаймыз. Қуырып жатқанына 5-10 минут болды. Етіміз 200 грамм сұйық май құйдық. Енді соның үстіне етті 5-10 минут болды қуырып жатқанымызға. Енді пиязын салып, тағы да 5-10 минут қуыру керек. Міне қуырып жатқанымызға 20 минуттай уақыт болды. Суы сәл тарылу керек. Сәбізін салып жібердік. Тағы да біраз қуырылу керек. Сонан кейін қалғанын саламыз қазір. Міне несін суы тартылып, майы ғана қалған. Енді ол екі ортада бұрышын салып жібердік. Енді мынау картоптарымызды саламыз. Сөйтеміз де енді бір пиала су құясыз, кішкентай. Сөйтіп 40 минут тұрады. Бір әдемі тамақ болуға тиіс. Бетін қақпағын жауып қойыңыздар. Отын аз қойыңыздар. Міне 1 сағат уақыт өтті, барлық жоғы. Міне қазір тамағымыз дайын болды. Міне картобы да жұмсақ. Қазір дастарханға барады. Міне керемет қазақтың тағы бір ең күшті ұлттық тағамдарының бірі. Қуырдақ деген керемет дәмді тағам, сүйкімді тағам дастарханға келді. Көріңіздер, бұл мен қойдың қабырғаларымен, қойдың етімен жасадым. Енді қараңыз, керемет болған. Қазақтар білген негізі қандай тамақ жейтін, сондықтан қазақтың керемет тағамы. Бұны сіздер түрлендіріп, түрлеп жасап жүрген шығарсыздар, мен оны білемін. Менің де каналымда осы тағамның түрлері бар. 5-6 түрі бар. Бұл жолы мен жаңағыдай қойдың қабырғаларымен жасап көрсеттім. Енді ұнаса айтыңыздар, ойларыңызды комментарийға жазыңыздар. Сіздердің әрбір комментарийларыңыз мен үшін өте маңызды. Астарыңыз дәмді болсын.